Маған мынадай хабарлама келіпті. Бұл кісі маған бірінші рет жазып отыр. Және былай деп жазыпты: маған мынадай керек деп жазыпты. Және PDD деген видеоны жіберген. Сол видеодан қарап ал, және сол видеодағы секілді жаса деген болу керек. Мен солай деп оқытым. Мынадай слайд жібердім ол кісіге, мұғалімге. Бұл слайд анимациялармен ашылады. 5 түрлі слайдтан тұрады. Слайдтың әрқайсысы бір кітаптың беті секілді. Бір бетте бір пікір бар. Және әр слайдта 6-8 ғана сөз бар. Бұл сөздерде жай сөздер емес, бұл сиқырлы сөздер, яғни тірек сөздер. Бұл айтатын алдымыздағы көпшілік алдына шығып сөйлеген, жасаған дүниемізді айтуға бізге көмектесетін тірек сөздерді ғана жазамыз. Және де бұл анимациямен әрі қызықты, әдемі. Осындай бір слайд жасап жібердім. Енді маған мынадай жауап келді. Маған мақсатын, міндетін және осындай жазып беріңізші деген 3-4 беттік бір мәтін келді. Енді соны жазып жіберейік. Міне мен оны мынандай слайд қылып жазып жібердім. Міне мен оны мынандай слайдқа жазып жібердім. Бұл слайдымды ұнатты. Слайд жасаудың өзі білім. Слайд біздің сөйлейтін сөзімізді жеңілдетуге, айта алмағанымызды көрсетуге жарайтын көрнекілік. Сондықтан да 3 секундта қараған кезде түсінбейтін, түсініксіз болған слайд, бұл слайд болудан шығып кеткен жазулы сурет болып шығады. Мысалы, көз алдыңызға елестетіңізші, кинотеатрда отырсыз, сізге экранға 2 түрлі кино қойған болсаңыз, қайсысын көресіз? Бұндай жағдайда біздің миымыз қайсысын көретін білмей шатасып кетеді. Мынандай слайдта жазылған көп жазу дәл осындай әсер етеді. Бірден сізді тыңдай ма, жоқ, слайдтағы сөздерді, мәтінді оқи ма? Сондықтан да қоя берші деп өзімен өзі тыңдаушы сізді слайдыңызға да қарамайды, сізді де тыңдамайды, сонымен өзімен өзі кетеді, слайд өзінің мақсатына жетпейді. Осындай көп жазу дәл мынадай бір метафорамен көрсетуге болады. Бір сөйлеп тұрсыз, және қолыңызда кітап. Бір мезгілде сөйлеп, әр кітапты оқи аласыз ба? Жоқ, оқи алмайсыз. Тыңдаушы, осындай мәтіні көп слайд тыңдаушыға дәл осылай әсер етеді. Ол бірден сізді де тыңдау керек, ана жердегі әрі алыстан ол әріптер оқылмайды, оны оқымайды да. Бірақ бәріміз де білеміз, оны ешкім бүйтіп сіздің слайдыңызды оқып отырған жоқ, оқып отырмайтын бәріміз білеміз, бірақ осындай слайд жасаймыз. Бұндағы мақсат не? Пікірге жаза кетіңіздер, не үшін осындай слайд жасайтынымыз жөнінде. Слайд деген бұл 3-5-7 минут арасында сіздің сөйлеген сөзіңізді жеткізе алмаған кейбір ұғымдарды көрсете алатын бір көрнекілік қызметін атқаратын көрнекі құрал ғой. Сіздің сөйлеуіңізге қандай слайд көбірек көмектеседі? Пікірге жаза кетіңіздер.